Досым солай де. Солай? Бұл немеге ресторанға шақырып, немеге әуре болдың қалтаңнан ақша шығарып. Несіне дос болып жүрміз? Несіне сен осындай ресторанға шақырмасам? Рахмет. Ауылдағылардың бәрі сыйлайды. Рахмет досым. Осындай болатын білген мен, жақсы оқитын ең. Бүкіл ауылдың абыройсың ғой. Рахмет. Сені біз ана теледидардан көргенде ше, балдарым көрдіңдер ба? Көкіңді көрдің ба? Мен класстасын көрмей оқысаңдар. Сендер де сонда әкім болып жүрсіңдер. Деп мақтанам ғой. Сөйтсем анау келіншегім не дейді десең? Не дейді? Айналайын, сен өйтіп мақтана бермеші. Сен класстасың, әкім досың болсын. Bir балаңа жұмыс тауып бермесең, несі ол досың? Ол әкім, несіне әкім? Келмейсің бе, сен де қызықсың. Сол ана үлкен балаңды білесің ғой. Үйленді. Әскерге барып келді. Қандай оқыды? Оқымады. Оқуға болмай қалды. Саудада жүрді, оқуға болмай қалды. Сөйтіп жүргенде үйленді. Соған бір екі қолға бір күрек дегендей. Жоқ, досым, сен қойшы сенде. Екі қолға бір күрек. Әкім, досың әкім болып тұрген балаң күрек ұстаймын енді. Қатырасың сенде. Мен өзім қасым алам сен балаңды. Қасым алам. Әкімшілікте жұмыс істейді балаң. Енді бірден зам әкім болмайды енді, бірақ бір бөлімнің бастығы болады. Ол жай көтеріледі. Зам әкім болады. Сосын бір күні, менің орныма кетіп, мен жоғарыға кетемін. Міне. Зачем ол? Міне дос. Рахмет десің. Бөлім басшысы болады. Бола ма? Бөлім. Ол қандай жұмыс? Қиын емес па? Қиын ештеңесі жоқ. Азында келеді балаң. 9-дан кешікпесін. 9-да келеді, өзің бөлімде қызметкерлерін жинап алады да, боқтат, бір-екеуін жұмыстан шығарып жібере салсын. Сөйтіп секретарын шақырып алады, бері кел деп хатшыны. Кофе алып кел дейді. Сөйтіп кофені ішіп алады да, сонымен қыдырып, кімді алып барып демалады. Сөйтіп үйіне қайта береді. Болды ғой. Айдың аяғында келіп айлығын алып кетеді. Ғалым, бірден ондай жұмыс болмайды. Ой, рахат жұмыс қой ол. Басқаша бір жоқ па, басқаша. Денсаулығы қалай балаң? Бұзылып кетеді ғой. Балаң денсаулығы қалай? Жақсы. Жүрегі жақсы ма, жүрегі? Жақсы, неге сұрап? Онда бір жұмыс беремін, егер жүрегі шыдаса істесін. Ревизор, ревизия, тексеру. Анау, қағаздар бар, ревизор, тексеру бар, комиссия келеді, жүрекке нагрузка түседі ғой, ал. Жоқ, ол тексермейді ештеңе болады, ол дайындап қояды барам дегенше. Тек ана білесің ғой, ана күтіп алатындар қалай қарсы алатынын. Білесің ғой, ревизорды қалай қарсы алатынын? Барғаннан сауна, арақ, қыздар, кальян, мына, соны көтеріле ма дедім жүрегі, балаң. Ыстық пардан мұздай бассейнге секіреді. Мұздай бассейн шаптап, бірден ыстық парға кіреді. Шығады, мынаны ұрады, мынаны. Оның бәрі біткеннен кейін 5 қыз қасында. Тұрмады, тұршы. Соны көтер алса, кірсін, пожалуйста. Болмайды, бала бұзылып кетеді. Енді қандай жұмыс сен? Қандай жұмыс? Айтып жатырмын саған, бәрін айтып жатырмын, қандай жұмыс сен? Қарашы, дос, қарашы. Ана төменнен бастаған, ең нөлден қиналып, айлығы... Қара жұмыстан ба? Қара жұмыс бір, айлығы бір 40-50-ден аспаса. Одан кейін кешке дейін 8 сағаттық жұмысты 12 сағат жасап, сілікпеш шығып, құлап, квартирадан квартираға кредитін зорға жауып, бір төменнен былай көтерілетін жұмыс болса дегенде. Ол жұмыс болмайды ол сен балаңа. Ол үшін жоғары білім керек. Маманы болу керек сол жұмыстың. Ол үшін 4 жыл жаңағы университет, одан кейін магистратура, аспирантура, докторантура оқу керек ол. Сен оңай деп отырсың ба сен? Қара жұмысқа істеу, ол білім керек оған. Болмайды балаң сен. Балам каша жейші? Қойшы жемеймін. Әй, жейші деймін? Қойшы. Садиктегі каша, үйдегі каша, жемеймін каша. Балам, сен білесің ба? Біздің батыр бабаларымыз бар ғой, кашаға тойып алып, жауға шапқан ғой. Өтірік айтпайын. Ойбай, несі өтіргің? Қаматты каша жеп, жауға шапқанды. Өтірік болмаса, онда өзің жегіз балаға. Сен ма, шықшы. Біз еркекше сөйлесейік екеуміз. Сен бала бар ғой, на кашаны жемей, кухнядан шықпайсың, естің ба? Садикте жемейді, үйде жемейді. Аз тоз бөлетін бол, соңғырған керек сияқты бәрі. Балам, шешеген сенбей қойын. Кім айтты каша жеп, жауға шабады деп? Сол өтірік қол? Өтірік қол. Жеме қойсам болады ғой, каша. Жоқ, жейсің ғой. Бұның да пайдасы бар. Айтайын ба? Кашаны көп жесең бар ғой. Әшеуің деу бала. Рас па? Онда жейм. Бер әкелі. Не болды? Сен жейсің каша. Немеге мен жейм?
өзің неге бала күніңде каша жемегенсің? Ой, сен де айтады екенсің. Бала кезінде каша деген болған жоқ біздің. Оның үстіне поздно, неменеге жеймін енді? Ешқандай да кеш емес. Жейсің. Жейсің. Сен балаң көзінен өзің оны? Же. Стакан су. Рахмет, братжан. Рахмет. Жұғысты болсын деді. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Рахмет. Жұғысты болсын. Қуаныштымын. Жақсы. Қонақтар келіп жатыр еді, айып етпеңізші. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы. Досым. Жақсы? Досым, мына жер қымбат ресторан. Ой, сендер үшін ғой? Қой. Иә. Қуанышты хабарым бар. Қандай? Перзентті болдым ғой, Ұл? Қыз? Ұл! Еркек туады деген. Сендерге де жұғысты болсын ғой. Рахмет, бауыр. Қуаныштымын. Сол қуанышымды бөлісейін деп шақырдым сенде. Ол батырға ат қойын керек қой енді. Аты қойып қойдым. Кім? Елде жоқ ат қойдым. Ой. Д-дан келеді. Д бастар. Табыңдаршы. Д. Дархан. Дәурен. Жоқ. Данияр. Жоқ. Думан. Жоқ. Данабек. Жоқ. Динара. Динара қыздың аты. Дейма. Жоқ. Тапқандар ма? Айтайын ба? Айтайын. Доллар. Қалай? Сенің соңғы досың. Неге? Адамның атын қоймайсың ба шамай? Тым болмаса қазақсың ғой, теңге деп қоймайсың ба, теңге? Ой, досым сен қызықсың. Ойландаршы. Доллар күніге өсіп жатыр ма қазір? Иә. Баламның абыройы күн санап өсе берсін деп қойдым ғой. Арам ғой. Теңге ойлашы өзің. Теңге ұқсап түсіп кете берсе, абырой түсе берсе не болады? Доллар қаса әлемде жоқ. Мен бірінші қойдым. Доллар. Негіз дос, осыдан кейін қыз туса евро қойшады. Евро ма? Болды. Одан кейінгі баламан юан деп қойын ба? Жоқ, юан. Болмай қалды, болмай. Кейін болып жатыр қазір. Болмай қалды. Китай түсіп кетеді, рахмет жігіттер. Өздеріме бөлісейін деп келдім. Арыстан! Кеш бізге. Сәлем, жігіт. Саламатсыз? Бұл такси ма? Иә, такси. Мені Алғабас микрорайон апарып саласыз ба? Жердің арғы басы болса да апарып тастаймын сізді, Бикеш. Бірақ кішкене ұялып тұрмын да. Ұялмаңыз, Бикеш, айта беріңіз. Ұялған жараспайды сізге. Ақшам жоқ еді. Сізге ақша ұстаған жараспайды, Бикеш. Сіз үшін басқалар ұстау керек қой ақшаны. Рахмет. Сонда ақшам болмаса да, қалаған жерме апарасыз ба? Қаламаған жеріңе де апарам, Бикеш. Сонда қай жерге? Мысалыға бірінші паркке апарам. Сосын. Одан кейін саунаға апарам сізді. Сауна. Сосын сізді қонақ үйге апарып, таңертең өзім шығарып салам. Жігітше? Еркекше. Ата, келіңіз, келісті. Қарындас, қандай ата? Қарындас. Kesme? Иә. Ay, қазір. Айналайын. Кесті, осы бана ма? Ассалаумағалейкум. Болды. Ата, осы жігіт сізді қазір бірінші паркке апарып әбден қыдыртады, сосын ресторанға апарып әбден тойдырады, содан кейін сізді саунаға апарып шомылдырады. Айналайын. Содан кейін қонақ үйге апарып, сізді ұйықтатып, демалдырып, таңертең ауылға апарып тастайды. Солай ма? Иә. Айналайын, көсеге көрсін. Кет, қай, үйге бар, қай. Жақсы ата, жақсы жолдарыңыз болсын. Кеттік жүр. Бірден саунаға жүрші. Ой, қаланың үйлердің шомылмады рахаттан. Сосын тамағыңды гостиницадан жүр. Кеттік, жүр. Айналайын. Салмандас. Не болды? Жоқ, біз түскен қойнасы өлең деп отырсың ғой. Қартайған әңгей осындай болады. Емделу керек. Ой, емделіп жатырмыз ғой. Не істеп жатсың? Мен ішпеген дәрі қамады, салдырмаған укол қамады, көрмеген дәрі қамады. Оның пайдасы жоқ.
Дәрінде ішпек қой, уколды салдырмайық қой. Қазақшылықпен емделу керек адам. Қазақшылықпен. Қазақшалығында жасап жатырмын. Не істедің? Емшіге, тәуіпке бәріне көрдім. Ой, одан эффекті жоқ қой, одан ештеңе болмайды ғой. Жоқ. Әулие аралағанда қатынын көтере алмай жүр ма? Ой, сен де қатыр едігесің. Ой, қазақшалық ем деген болады. Қазақшалық ем. Қарамайсың ба? Қазақшалықпен емделіп жүрсің ғой. Қызығамда саған қарасам. Сені мен мені құрдас деп кім айтады? Міне. Оның сырын айтайын ба? 30-40-тағы жігіт сияқтысың. Әне. Айтсаң айтпайсың ба баяғыдан бері сырын? Айтып жүрмін ғой, өзің істемей жүрсің ғой. Бер қара. Атан қазақ айтады. Тоқал 90 ауруға емдейді. Міне. Көрдің ба? Айтпаса 80 бай, 90 бай, 100 байлар қайда келді? Емделу керек, қазақшалықпен емделу керек, ей. Ой, тұрмай, иммунитетіңді көтереді, көңіл күйіңді көтереді. Асқа тәбетіңді ашады бұл тоқал. 90 ауруыңды сыпырып алады, жоқ қылады. Раса ой. Ей, ондай дәріні әперетін қатын бала жаға қайда? Ой, сол ден. Жүре бересің бе? Ау. Жан! Ой, киска моя, киска. Мен сені іздеп таппай жүрмін. Киска моя, киска, любовь моя, ласточка моя. Не болды, не болды. Не отырсың мынандай қаусап қалған қақпастардың қасында? Ой, класстасың ғой бұл менің. Одноклассники же. Қайда барасың? Машина клубқа барасың ба? Караоке. Кет хочется, да? Ой, жаным. Қазір барамыз. Ал, кеттім. Иммунитетімді көтеріп келейін. Ей, құрдас! Ай, мынау! Дәрінің! Қазір шалар жоқ қойым. Достар, жесің қайда, біргеді ғой жанымыз. Көзалысы осындайда. Бір қой мен ағамды өмір сүрген. Жиған деп мақалды. Мен ол үйде сұрап келесім сөйлемейді маған. Бірге бір. Не болады екен? Не дей бересің? Сен шақырамды тезгемейдің. Жұрттың бәрі ұйықтап қалды, түннің жарым болды ғой. Жатсайын болды ғой. Мен жатпайым. Мен ішем, жүрем, мен қуам, өзім білем, түсін ба? Білеміз қуатыныңды. Бар, мен рақпер бар. Не алып келем? Су алып келем, шөлдедім мен. Бір апта болды мен су ішпегеніме. Әкелем чай сөйлеп, балдар ұйықтап жатыр. Жұмысым болмасын, бар рақпер бар. Не жаздым мен жаным саған? Іштат жатшы болды. Мынау немене? Су? Мен саған сиырмын ба, мен саған түйемін ба? Мынау не сен? Алып келмейсің ба стаканмен жақсылап? Күнде осымен ішіп жүрміз ғой суды. Ішпейін бұдан кейін бұл мен. Алып кет бар. Бар. Стаканмен алып кет жақсылап. Құрмет қайда? Ер азаматқа деген. Өләш. Мынау не? Көрмей тұрсың ба? Не екен? Көзіңді ашып қарасай? Не бұл? Не? Су. Мен су таппай жүрмін ба? Мен суға зәрумін ба? Бір соқ, напиток алып келмейсің ба маған? Алып келсің бе соғыңнан? Соқ шикта. Мә. Не мынау? Соқ. Қандай соқ? Натуральный соқ. Кеше досың тойнан алып келген соқ ең соңғысы. Пакеттің ішіндегі ма? Иә. Көрсетсің. Адамның ығырын шалып. Сенбеймін мен саған. Міне. Сен маған сонда мына соқты әкеп беріп отырсың ба? Краска ғой бұл. Тоқтың ғой үстіңнің бәрін құрттың ғой соққы. Төгім. Әкел бәрін. Свежий мыжытый. Свежий сыжыт
Свежий. Қазақшасын айта салшы. Сығып, ағызып, сығып әкелген натуральный соқ екен маған. Апельсинді сығып тұрып әкел, бір кет бар. Мен осы үйге бәрін әкелем, маған бір апельсин соқ екен мен. Саған свежий сығылған керек е. Дайын болады. О, мынау не? Жаңа сығылып алып келген соқ. Апельсин ба? Апельсин. О, қазір көрден. Точно. Өтірік болса аямайым бірақ. Көрсей. О, міне. Сені айқайламаса жандарың шырмыза кемейсіңдер, ә? Айқайламай ма көрдің? Жаным, дәмі қандай? Ой, зор екен, зор. Міне, свежий мыжитый деген осыны айтады. О, міне, натуральный выжитый сок. Міне, көнігі осыны сок беріп тұр маған. Мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Чықасың. Әй, Тоқал! Не істеп тұрсың? Жай. Көрсетші ана қолыңдағын. Нені? Қолыңдағыны. Қайдан алдың мына жүзікті? Өзіндікі. Сенің бұндай жүзігің жоқ тұғын. Қайдан алдың деймін, шыныңды айт. Отағасы сыйлады. Отағасы сыйлады? Иә. Не үшін, ненің құрметіне сыйлады? Білмейм. Жақсы көргендіктен шығар. Жақсы көргендіктен? Иә. Жүр бұлай. Отағасы? Ау! Не болып қалды? Не болып қалды? Білмей қалдың ба, не болып қалғаны? Не болды? Ойбай, Тоқал алайын. Екеуіңе бірдей қараймын деп аяғыма жығылғаның қай? Ет қарасам қарап атырым ба екеуіңе бірдей? Тойға бірге апарып атырым, паркке қыдыруға бірге апарып атырым, моншаға бірге барып кеше. Бірге не алып атырмыз бәрін, тамақты бірге ішіп атырмыз. Не болыпты? Ал бүгін бірдей болмай қалды. Не болды? Не болып қалды? Айтсаңдаршы, не болып қалды? Айтыңдаршы, айтып кетіріңдерші. Сыйлықты Тоқалға алып келесің. Ал бәйбіше қайда қалды? Қандай сыйлық? Қандай сыйлық? Білмей қаласың, е? Көрсетші, Тоқал. Қандай сыйлық алдым саған? Ай, бұл не міне? Жүзік. Бұны қайдан алдың? Отағасы. Сіз сыйладыңыз ғой кеше. Мен саған сыйлық сыйладым ба? Иә. Қашан? Қашан? Ой, Құдай, кеше жерден тауып алған жүзік қой мынау? Не, дешевый андай, арзан жүзік қой, темір әшейін. Арзан жүзік, кеше жерден тауып алып бере салдым. Жас қой, ойнай берсін деп. Қойшы сен де соған қат алмай. Ақмақ қылмашы адамды, әкелек қолыңды. Қайдағы дешевый, а? Міне, 583 деп тұр, таза алтын. Енді, сондай ма екен? Алтын ба екен? Ой, пірмай, а? Қалай жерде жатырмын сонда? Қойы берші, тақса тағы берсін. Ал, мақыл, жерден тауып алыпсың. Алтын емес екен, простой екен. Сол жүзікті бірінші әкеліп неге маған тақпайсыз, а? Ой, Құдай-ай, сол ма? Негізі саған әкеле жатқам. Бәйбішем қойды. Иә.
бірінші құрмет бәйбішеге болсын, маған тоқала беріп жатыр ғой деп. Сөйтіп ана тесігін қарасам, тарлау екен. Кішкентай екен да. Сөйтіп алдында, ай мынау бәйбішеге сыймайды, оның үстіне бір арзан жүзік екен, әйтпесе қымбат болса, жерде жата ма бұндай жүзік? Деді да, алдында тоқалға бүйтіп бере салдым. Қош сен, онда тұрған не бар ей? Қош, қайдан білем оның алтын екенін? Оның үстіне, оның саусағың сыймайды ғой, сен қарашы мына, саусақтарын қарашы. Размерлерің екі түрлі ғой сендердің. Сенің саусағың толық, бұнікі кішкентай арақ саусақтары. Сосын бере салдым. Қош сенде. Жарайды. Мұныңызға да көндік. Не сөйтсей? Ал енді бүгін басымыз жиналып қалған екен. Бір мәселені шешіп тастайық отағасы. Ойланып, аспай, саспай менің сұрақтарыма жауап беріңіз, отағасы. Ал жауап берейін, ал сұрақ. Екеуміздің қайсымызды жақсы көресіз? О, қалай ай, осы ма? Сұрағының түрін. Енді ол одан спор бар ма бұл жерден? Дауласатын нәрсе ме осы? Енді алғашқы қызықшылығым өзіңсің. Бірінші бақ деген. Қанша дегенмен әйтеуір бала шағамның анасысың. Иә. Сондықтан да бірінші сені жақсы көрем. Деп айтайын десем, ау, тоқал ренжіп қалады. Енді сен кеше жақында түстің ғой. Енді сені жақсы көрем дейін деп айтайын десем, сен ұрып өлтіресің. Иә. Ол енді ол, сондықтан екеуіңді бірдей жақсы көрем. Болды ма? Болды ма? Болды. Болады. Болды. Бұл сұраққа, бұл әңгімеге қайтып оралмайық. Болды. Сөзден тайқып кетесіз, иә? Тайқып отқан жоқпын. Турасын айтып отырмын. Жарайды. Бұған да көндім. Ал енді мынаны айтыңызшы. Тоқал екеуміз азық түлік дүкенінен келе жатырмыз. Артынып-тартынып. Ал. Содан ойламаған жерден алдымыздан сіз шыға келдіңіз. О, күшті көрініс, ә? Содан бірінші қайсымызға көмектесер едіңіз? Екеуіңе де бірдей көмектесетінем. Екеуіңді қолында сөмкелеңді көтеріп ал, өздеріңді қоса көтеріп алатынем. Иә. Сол да сөз бап па? Өйт, қойшы сенде. Жарайды. Бұған да көндім. Бәсе, сөйтсең дұршы. Ал енді мынаны айтыңызшы. Мен, сіз, тоқал үшеуміз өзеннің арғы бетіне өтеміз деп қайықпен жүзіп келе жатқанда сіз ескектеп отырсыз. Содан ойламаған жерден қайығымыз аударылып кеткенде қайсымызға көмектесер едіңіз? Ай, сен де бір адамның зәресін алдың ғой. Екеуіңді бірдей құтқарып алатын ем. Не бопты? Сол да сөз болып пай? Соны айтып? Жарайды. Судың ағысы тым қатты. Екеумізді де құтқарамын деп сіз жүзіп келе жатсыз. Бәйбіше мен тоқал ағып барады суға. Бір кезде ойламаған жерден өзен екіге айырылып кетті. Мына жақта тоқал, мына жақта бәйбіше. Ал содан қайсымыздың артымыздан жүзіп барып, құтқарып алар едіңіз, отағасы? Сол ма? Иә. Ой, сен жүз аласың ғой? Қойшы, мұна басын не көрді? Кеше келді бір-бірақтың бұл түнегеніне. Мен сен асыран асап, жасадың ғой, қойшы сен жылана бермей. Бұл бәрі құтқару керек қой. Өз кешеге болды, туғанда жоқпын. Жүз алмайды оның үстіне. Сен қатты жүзесің ғой, бұл өткенде жүзің ғой. Қанша рет жүзіп өтіп атсың ғой. Қойшы сен де, жылай бермей. Келе жүзде. Бересіш. Берші. На, подавись. Екеуің ағып жүре беріңдер. Ал мен алтынымды алып алдым.
Жаным, көптен бері өзіңе айта алмай жүрген бір жан сырым бар еді. Іште қобалжып тұрмын, жаным. Сен ренжіп қалмайсың ба, жаным? Ренжіп қалмайсың ба? Иә. Менен басқа біреу тауып алдыңыз ба не? Ей, жоқ ой. Көзімді ашқалы өзіңсің ғой, жаным. Бірақ ренжіп қалама деген іште үрей болып тұр. Ренжімейсің бе? Ренжімейсің ба? Айта беріңіз. Не болды сізге? Неғып отырып алдыңыз? Жаным, мендік болшы. Қыздың алдында отырып алған ыңғайсыз ғой, тұрмысшы. Жоқ, тұрмаймын. Өйткені мен чортпын. Чортпын? Иә, чортпын. Жай, ыңғайсыз адамдар қарап қалып тұрмысшы. Жоқ. Қараса қарай берсін. Енді дәл осы жерге келіп чорт боласыз ба? Басқа жерге адамдар жоқ жерге барып чорт болсаңызшы. Көрсе көре берсін. Бүкіл ел көрсін. Бүкіл әлем көрсін менің чорт екенімді. Енді бірден чорт боласыз ба? Кейін 5-6 жылдан кейін өзім-ақ чорт қылып аламын ғой. Жаным, мен саған салмақ салғым келмейді. Сені әбігер қылғым келмейді. Мен ақыр чорт болатын болсам, дәл қазіргі сәттен бастап сенің чортың болғым келеді, жаным. Жарайды, келістім, чортым. Жаным, мені тағы бір рет чортым деші. Чортым. Тағы бір рет. Чортым мені. Жаным, мен әлемдегі ең бақытты чорт жігітпін. Мына қорлықтан қашан құтылады екенбіз да? Адам құсап жұмыстан шаршап кеп бір демалайыншы деп келсең бар ғой ше. 3 күн болды ғой ұйықтай алмай жүргеніме. 3 күн болды. Не істейсің енді маған? Бір бөлмелі үй тек өзім зорға тұрып атқан кезде қысырғысы келді ғой сен нағашың. Немене нағашың деп? Сен нағашың енді үндемейміз ғой. Мен нағашым, сен нағашың болса қорылдамайды. Сәл шыдашы. 2 күн екен кетеді ғой. Қаяқтың 2 күн, қаяқтың 2 күні? 5 күнге келді ғой, енді 3 күн жатты, 2 күн қалды ғой. Қайдағы 5 күн, қайдағы 3 күн? Бағана ғана кешкі аста отырған кезде, сен сыртқа шығып кеткен кезде, тірліктерім біткен жоқ, ойбай, 1 айға қалатын болдым деді ғой маған. 1 ай? 1 ай. Маған бір ой келді. Қандай? Таңертең тұрамыз ғой. Таңғы асқа отырып атқан кезде екеуміз айқайласып алайық. Сосын мен саған тұрып айқайлаймын, сен де маған қайтпай айқайла. Екеуміз ұрысып қаламыз. Сол кезде мен нағашыңнан сұраймын. Нағашыға төрелігін айтшы деймін. Кімдікі дұрыс деймін. Сол кезде сенікі дұрыс десе мен ренжимін. Менікі дұрыс десе сен ренжи. Екеуміз тұрамыз да айқайласып шығып кетіп қаламыз үйден. Сосын жарты сағатта отырып ұялғаннан кетіп қалады, көресің осыны. Иә, сөйтеміз азында. Ұйықта. Лақтап кетіп жүрме. Кете бақ.
айналайын. Жүріс. Дұрыс екен. О, Қалайсыз ата? Шүкір. Жақсы ұйықтадыңыз ба? Ай, рахат. Анау, қалада бір жақсы жер ұйқым тыныш қой. Ана ауылда бала шаға шулайды, немере шулайды. Ауылда мал маңырап, өріске өткен сиырлар мөңіреп, ұйқы бермейді ғой. Ана қалада рахат, ешкіммен жұмыс жоқ. Ой, ұйқым қалып қалды. Таң намазымды оқып алдым да. Сосын қайтадан жатып ұйықтадым. Ой, бір рахаттанып қалдым. Шай берсіз бе? Жұмысқа асығып тұрмын. Атаға да шай берсін. Шай берсіз. Шайдан алыңыз. Не мұны? Шай. Көріп тұрмын шай екен. Қанша қант қостың? Қанша қант қостың дейді? 3 қант? 4 қант қоспайсың ба? Шынды ма? 10 жылдан бері 3 қантпен ішіп 4 қант деген есі енді? Бүгін 4 қантпен ішкімге батырам, не болып тұр? 4 қантпен ішкің келсе қант тұр алдыңда. Қолың бар, алда салда іш. Сен шай беретін кезде сұрамайсың ба? 3 қант қосайын ба, 4 қант қосайын ба деп сұрамайсың ба? 10 жыл сұрамай келіп, енді неменеге сұрайды екем? Туралығын айтыңызшы, нағашеге, біздің ата заңымызда, мына шариғатта әйел адам ер азамат тыңдау керек па? Балалар, бір қант үшін таласпай қойыңдаршы, айналайын. Екеуің де баламсыңдар. Жоқ, тоқтай тұрыңыз. Туралығын айтыңыз нағашеге. Туралығын айтыңыз. Мына жиенім деп жақын тартпаңыз. Күйеу бала деп мені кері итермеңіз. Қазір кімнің дұрыс екенін нарада ара жегін анықтап бермесеңіз, бір-бірімізді өлтіреміз қазір. Или сен өлесің, или мен өлем. Иә, айтыңыз. Туралығын айтыңыз. Ой, айналайын енді. Мен қиын жағдайға қойып қойдыңдар ғой енді. Ерлі зайыптың ортасына есі кеткен түседі дейді. Ой, нағашеге, өйтіп мәймен көлеп жағымпаздан лыпылдай бермеңізші. Туралығын айтсаңызшы, туралығын айтыңыз. Жарайды енді, қол қасап отыр екенсіңдер. Айтсам айтайын. Еді маған да оңай түсіп тұрған жоқ. Екеуің де бөтен емессіңдер. Сен жиен қызымсың, сен күйеу баламсың, баламсың ғой сен менің. Сондықтан айналайын, маған уақыт беріңдер. 1 ай уақыт беріңдер, 1 айдан кейін жауабын айтайын. Мақұл ма? Дастарханға береке берсең, сол отбасынан. Намазымның уақыты өтіп кетті. Намазымның уақыты. 1 ай дейді ғой қаны. Қанттан басқа шей ойлап таппадың ба? Қант дейді ғой. Күйеу бала? Күйеу бала. Немеге естімей отырсың ба? Естіп отыр. Естіп отсаң, деп бұрылсайшы. Мен естіп отырмын негізі. Осы менге келіп қабағыңды ашпайтын болдың ғой. Жақтырмай жүрсің? Қабағымды ашсын, апа. Қарасаңшы, қабағым ашылды ғой. Қарасаңшы. Бола ма осылай? Осындай жағдайға қалай жеткеніңді білесің ба? Иә, апа. Білем ғой. Сіздің арқаңыз ғой. Анау астыңдағы мініп жүрген джип кімнің арқасында келгенін білесің ба? Білем, сіздің арқаңыз. Шетелге жылына 1 емес 2 рет барып келесің. Кімнің арқасында екенін білесің ба? Апа, білем ғой. Білем, бәрін білем, апа, сіздің арқаңыз. Мына іргеңдегі көршің бар ғой, кім еді анау? Қайсы? Кім еді аты? Ана базары бар. Базарбай ма? Базарбай. Кеше ас берді ғой. Бардыңыз ғой сіз? Бардым. Сонда анайсы енесі отыр. Ойбай, менің күйеу баламның үйін мен алып бердім. Астына жіп мінгіздім. Мына базарды мен ашып бердім деп. Сөйтіп жүрсем, күйеу балам менің жақсылықтарымның бәрін біліп жүр екен. Маған ана байлардың ортасынан жерап қойыпты деп мақтанып күліп отыр мәзім деп. Қандай жер? Зираттан, моладан. Моладан ба? Иә.
Уқты. Енесіне жерап қойған ба? Иә, жерап қойыпты. Олай пұлай боп кетсем, жақсы жерде жатсын деп, мына бетінен депутат, мына бетінде прокурор ортасынан ап қойыпты деп, күліп отыр деп. Енді алса байлар ғой, байларға жарасады ғой, алса жарайды. Дұрыс, алып қойғаным. Ей, күйеу бала, тай сақтама. Немене сен алсаң жетпей отырма дүние? Енді біз ондайға шамамыз келмейді ғой. Біз бір айлыққа қарап отқан адам ғой мен. Ол қалай бұл? Ей, сонда мен саған осын шама жақсылық жасап отырып, қоқыр-соқыр кедейге шыттың ортасында жатам ба? Қайдан тапсаң онан тап, маған мықтылардың ортасынан жер тап. Бар, тауып кел. Ал, Енешка, сүйінші. Ана кеше, көрші не деді Базарбай? Енемнің айналасында кім жатады деді? Мына жағында депутат, мына жағында прокурор деді. Ер онда ол. Сіздің оң жағыңызда министр, сол жағыңызда олигарх жататын болды. Ай, рахмет. Ал, қалай өлсеңіз, олай өліңіз. Ертең жаназа. Мен ағайын туғандарға хабар беріп келейін. Көп тасыңыз жаздыртпайды ма ба? Задним числом. Ай, ойбай, күйеу бала. Сатыш, өзгердей күйеу. Ай, өзгердей күйеу. Че там, тыныштама? Не болып қалды? Атам қайтыс болыпты. Қайнатам ба? Е, қайнатам. О, иманды болсын. Не, проблема сол ма? Одан да қиын нәрсе болып тұр ғой досым. Не болды? Анау, құрдасыңа естірту керек болып тұр ғой. Әйеліңе ма? Е. Оны естіртетін несі бар оның? Барда айт енді, жас бала емес қой, түсінеді ғой. Көп қой, мысалы, талқан таусылған шығар енді. Өлген аттан өлме жоқ. Бекем болды ғой ол, немене ол? Жас бала емес қой, түсінеді ғой. Соны айтатын сонда мен басыма келмей жатыр дейсің ба? Енді не проблема енді? Білесің ғой, мен ана құрдасым, мен әйелімнің әкесін қатты жақсы көретін. Оны бірден айтсақ жүрек кетіп қалды мүмкін, жүрегі нашар ғой. Ты че? Досым, маған бір ой келді. Жүр кет, мен өзім естіртемін, жүр, кет, саттан кет. Бір нәрсені айта салатын әдетім бар. Жүр, айтам ғой. Не айтайын деп отырсың? Айтам, жүрсің. Жоқ, маған айт. Жолда айтам. Жоқ, маған айтса сені. Ассалаумағалейкум, кім бар еді? Ақма, сәлем, қалайсың? Сәлем. Жақсы ма? Кел. Байың қайда? Бүгін келеді ғой. Бүгін келетін күні вақтыдан. Қалай, жағдайларың жақсы ма? Жақсы. Өздерің? Шүкір, аман есен жүріп алып. Кеп отырсың? Бір өзіңмен әңгіме бір. Негізі мен Галёкқа емес, саған келдім. Тыныштық па? Не болды? Енді бір сондай суыққа барап келдім, Ақмарал. Қорқытпашы, не болды? Екі жағымсыз жаңалығым бар. Біреуі жаман, біреуі одан да жаман. Астапыралла. Шошта берме, айтшы, не болды? Ашуланып кетпейсің ба? Ойбай, айтшы болды. Ана байың бар ғой сенің, Ноқат байың. Галёк. Сол бана Инстаграмда бір қызбен шатасқан ба? Сол қызды тоқалып алам деп отыр. Ойбай, немене? Ойбай, мен бәлі тоқал алам дейм ба? Ашуланбайым дедің ғой, отыр, ашуланбайым дедің ғой. Ойбай, ашуланып тұрған жоқты мен тоқал алам дейм ба? Одан да жаман жаңалығым бар, отырсай. Ақмарал, өзің бекем бол. Әкең қайтыс болыпты. Ай, не дейді? Қош, жыламашы енді. Жаңа жыламайым дедің ғой, ашуланбайым дедің, жыламайым дедің. Қошы, Ақмарал. Қайтесің? Тұра тұрсың? Не болды? Ана тоқал алам дейм, Кім? Ана мен байым. Жоқ, әкең өліп отыр қой, әнің. Біліп отырмыз. Кімнің әкесі қайсы болмай жатыр? Жасы келді, үлкен кісі.
жасайды ғой. Соны айтқан ба бара келіп тұр? Анау қайда? Кім? Ана мен байым. Қайда? Сыртта тұр. Оңбаған сыртта тоқалмен келіп тұр ма? Кіре алмай тұр ма есікке, сөйтіп сені жіберіп тұр ма? Жоқ, ондай емес. Сондай ма? Жоқ. Айтсай сондай ма? Тұрма есігін алда, қазір тоқалмен қос бар ғой. Шашын талдап жылайын тұр ма? Ондай ештеңе бала, сен не кеше кеп кетті дейді? Кеше мынау ауыл аймақтың барлығын аралап өзіңізді іздеп жүрмін. Бәсе, үйге де кеп кетіпсің. Иә. Не болып қалды? Не? Жоқ, ештеңе жоқ. Не мәселе? Құдай сақтасын, тыныш қой. Мына енді ауылдың биі ақсақалы деп туралығын айтатын төресі ғой деп өзіңізден келіп бір нәрсе сұрасам ба деп ем да. Дұрыс, сұра. Мынау енді үйленсем ба деймін. Ай, сен үйленбегенсің ба? Үйленіп қойған ғой. Енді? Екіншісін алсам ба деймін да, екінші. Ой, айналай, ниетіңе жет. Ай, ауылда бірінші бастап атқан өзіңсің ғой. Рахмет. Ой, саған батыр атағын беру керек. Айналай. Ой, бұл ұрпақ қамы. Бұл қазақтың қамын ойлау. Сол ғой, бұл ұрпақ көбейту. Азбыз біз қазір. Көбеюіміз керек. Өсіп өнуіміз керек. Айналайын. Дұрыс, ниетіңе жет, айналайын. Рахмет ақсақал. Оны біреулер бір моды қуалап, моды үшін алады. Ол үшін емес, сауап үшін алу керек. Сауап үшін алу керек. Ай, көп қара бізді қазақта отырған қыз көп, жесір әйелдер көп, жетім бала көп. Соның бәріне қамқорлық жасау керек. Сол қамқорлық жасау. Дұрыс міне, ниетіңе жет, айналайын. Бұл енді соны атам заманнан келетқан, атам қазақтың Алланың әмірімен орындап келетқан дүниесі еді негізі бұл. Арадан ау совет өкімет кетті, үзді ғой бұны. Сөйтіп қазақтың көбеюі тоқтап қалды ғой. Иә. Батыр бабаларың баяғы ақын ғұлама қауымдардың бәрі төрт-төртеден рұқсатымен алған, Алланың рұқсатымен. Соны ойланам да ақсақал. Сол баяғыдан төрт қатынды алған батыр бабаларымыз төрт қатынды қалай бір үйге сыйдырып былай ұстап отқан деймін да? Мақтылық қой, ә? Жоқ, мақтылықтан емес, ол имандылықтан. Иманнан бар мықты болады адам. Міне, атаң қазақ айтады. Құдайдан қорыққан зор болады, қатыннан қорыққан қор болады дейді. Жүрміз ғана қатынымыздан қорқып асамай. Қойыңызшы ақсақал. Иә. Әйтпесе дүние тауып жатыр қазақтың жігіттері. Жетеді бұлай. Әр облыста бір үй бар. Әр облыста бір машина сайлап қойған. Дұрыс айтасыз. Аэропорттан түседі де машинасына мініп, түседі де анаған машинасына мініп, ана үйіне барып, мына үйіне барып жүр. Бір қатынға байланып жүр. Сол дүниенің бәрі бір қатынға жетпей жатыр. Қазақтың санын көбейту керек бізге. Дұрыс айтасыз ақсақал. Санымен қоса сапасын көбейту керек. Сондықтан тек Құдайдан қорқу керек. Ата бабаларымыз тек Құдайдан қорыққан. Құдайдан қорыққандықтан бүкіл әлемді қорқытып қойған. Аяғымызға келіп ит қойған Алла тағала. Міне менің достойный құлым келе жатыр. Қорқыңдар дейді. Сол кезде бүкіл ел қорқып отырады, алдында иіліп отырады. Батыр бабаларымыздың. Достойный демеген шығар енді. Достойный демесе де баяғының жігіттері 3D болған. 3D сол кезде болған ба? 3D формат сол кезде болған. Сендер енді айтып жүрсіңдер ғой? Иә. Ол сол кезде атам заманнан бар ол. Міне, ол не? 3D деген қазақшасы. Білмеймін ғой. 3D. Дұрыс па? Соның біріншісі діні мықты болған. Міне, екіншісі денсаулығы мықты болған. Үшіншісі дүниесі түгел болған. Міне, сол кезде барып алған. Солай дейміз. Сондықтан ол біреу алып жатыр екен, мен де алла салам деген болмайды ол. 3D формат болмай, тоқалға жолама. Мақұл енді ақсақал. Ойлан енді. Ойланып та мен де барып мына форматын дұрыстайын. Қандай формат? Жаңа айттыңыз ғой 3D формат. 3D формат. Өзім айтып, өзім ұмытып отырмын ғой. Сол 3D форматын дұрыстайын, одан кейін бір тағы да ақыл сұрармын. Бәрекелді. Жақсы ақсақал. Жақсы. Аман болыңыз. Рахмет. Сен сияқты жігіттер көп болсын. Айналайын. Ассалаумағалейкум. Бала қалай? Да, все. Мен Европаға бір аптадан кейін баратын боламын. Ой, бері қарасың. Вот сен. Ой, мынау. Сен кел, потом екеуміз сөйлесеміз да. Мен Европаға ендігі апта шығып қалатын шығармын да. Давай. Бері қара, мен шақырып отырмын ғой, мен сөйлесейін. Чо, батя, не дейсіз? Қалай, амансың ба? Жақсы, шүкір. Шаруаларың қалай? Жақсы болып жатыр. Білесіз ғой, мен балаңыздың бизнесте жүр. Сен бала бері қара. Не ауылға келмейсің? Неге жағдайымыз кеп сұрап тұрмайсың? Батя, мен қолым бос емес, мен бизнестемін. Білесіз ғой, батя? Айына бір рет кеп тұрса, ең болмаса. Чо, батя, айтыңызшы, чо хотели? Бала, жасың нешеде? 40-та, чо? Ал,
Сен қашан үйленесің, соны айтшы маған. Батя, қайттан бастадыңыз ба? Үйленбеймін деп айттым ғой мен. Неге үйленбейсің? Зачем маған ондай өмір? Анау банктегі мыңдаған, миллиондаған ақшаңды кім үшін жинап жатсың? Ертең кімге тастап кетесің оны? Батя, вот, міне, көзді ашу керек. Міне, қарасай, міне, Европа қалай өмір сүріп жатыр, Америка қалай өмір сүріп жатыр, міне. Қалай өмір сүріп жатыр екен? Для себя өмір сүріп жатыр, батя. Мен 5 этажды үй салам. Сөйтем да одан да үлкен қылып забормен қоршайым. Одан кейін мен вот өзім ауада ұшып жүру үшін мен вертолет алам. И 4 жағына 4 ит байлап қоям, болып все, өмір сүрем для себя. Не болыпты? Ал енді бер қара, енді бер қара. Енді ана достарың, ағайын туғаның, құда жегі жақтан келіп, ай, сағындық бұны деп ана заборыңнан асып түссен не істейсің? Ал. Вот, жаңағы бағып жатқан 4 итті жіберем, талайды 4 жағынан. Сонда келген қонақты итке талатпақшысың ба? Вот все, жіберем, фастен болды. Мұнаның ми істемеға мұна. Олар талайды, мен үйде жатам. Сен былай қыл, сен бала. Сен былай қыл. Ақыры солай өмір сүрем дедің, саған бір совет берейін. Ол анау 4 итің бар ма? 4 итіңді адамдар алдап кетеді бәрібір. Адамнан айла артылмаған. У береді, дәрі береді, ине береді, итіңді өлтіріпсе бәрібір кіріп кетеді үйіңе. Да? Сен одан да былай істе. Бір жаман қатын ал. Шайпауыз, бұлаттауыз, майлы қолтық, салпетек, анақ. Сонда бір қатын ал, ана 4 итің өзі қашып кетеді. 4 итіңмен қосылып өзің қашып кетесің. Үйіңе қарапмай жүресің. Ойланатын нәрсе екен, батя. Не қыласың 4 ит тастырып? Оған тамақ беріп, астын тазалап, қайтесің? Одан да бір жаман қатын ал, ана итіңді 4-ін талайтын қатын ал. Саламатсыз, қандас. Саламатсыз ба? Қалайсыз? Жақсы, рахмет. Бұл қандай отдел? Кредитный отдел ма или проблемный отдел ма? Кредитный отдел. Несие бересіздер ма? Береміз. Не ғой, қанша беріп жатсыздар? Қанша керек? Сөйтіп сұрайтын болған ба не қазір? Баяғыда айлығың қанша, доходың қанша дейтін еді мысалы? Жоқ. Мысалы қанша мысал үшін 5 миллион керек мысал үшін. Жақсы, береміз. Бере бересіздер ма? Иә. 6 миллион ше? Ол да болады. 10 миллион? Иә, 10 миллион да береміз. Қойшы қатағым беп кетті. Шынымен ба? Иә, шынымен. Әңгіме жоқ, дамып кетсіздер кәдімгі. Иә. Үй тігіп, біреуді әкеліп, мысалы, сазайомщик ондай кепілдікке адам әкеліп. Жоқ, ондай ештеңенің қажеті жоқ. Рахат болып той, рахат. Өткенде осы 4-5 жыл бұрын біз кредит алып жүргенде әруақтарға дейін звондап жаман болып кетті ғой? Оның бәрі артта қалған қазір. Дамып кетіпсіздер ғой кәдімгідей. Иә. Тек жеке куәлігіңіз керек болды. Базар жоқ. Сонда, мысалы, кез келген адам кредитті алып шығып кете бере ме сонда? Кез келген адам. Қалай іште? Рас па? Рас. Не деген рахат банк мынау? Аласыз ба? Мысалы, басқа банкте кредиті бар адам келіп, сіздерден де кредит ала ма? Әрине. Қайсы? Сіз мысалы қандай мақсатта алмақшысыз? Мысалы, мен бір банкте қарызым бар да, кредитім бар. И соны жабу үшін сіздерден кредит алсам. Жақсы. Бере бересіздер ма? Иә, әрине. Кайф банк бұны, сыны болдың ба, кәдімгі сіздердің банктеріңде? Оны қай кезде құтылуым керек мысалы мен? Мысалы, бүгін 5-і болса, келесі айдың 5-іне кешіктірмей қайтаруыңыз керек. Енді неше түрлі адамдар болады ғой? Мысалы, келеді да кредит алады да, и жоқ болып кетеді. Сол 5 күні төлемей қашып кетсем, мысал үшін. Не болады дейін да соны? Енді адамнан қашқанмен Алладан қаша алмайсыз ғой. Иә, бәріміз Алланың алдына барамыз. Қалай сонда? Сол кезде жауап бересіз. Алланың соты әділ. Сондай әңгімеден болғансыздар ма?
Енді мысалы сіз айтып отырсыз да қазір, Алланың алдына барасың, короче, сорда төлеп, осы жерде төлеп кет. Ол жақта қиын болады деп отырсың ғой енді. Мысалы қандыз енді, қазір мен 30-дамын да, ес, короче, 100-ге келем да, ортада 70 жыл бар. 70 жылда кім бар, кім жоқ дейін да, мысалы да, 70 жылда Құдайдың өзі ұмытып қалатын шығар дейді ол кредитті. Мысалы да? Иә. Қалай болды дейді сол мысалы? Қалай болады? 5 төлемей қашып кетсең мысалы. 5 төлемей қашып кетсеңіз, 6 күні Алланың алдына барасыз. Қалайша? Солай, біз сіздің үйіңізге киллер жібереміз. Кімді? Киллер. Иә, біз солай жұмыс жасаймыз. Снайперлермен, киллерлермен. Солай ма? Солай. Қандай мекеме? Киллер банк. Банк па? Мен адасып кіріп кеттім ғой. Мен негізі тамақ ішемін деп асхана деп ойлап қаппын ғой. Қарным ашып обед ішейін деп келгем, байқамай қаппын ғой. Кешіріңіз. Иә, кешіріңіз. Рахмет қабылдас. Біз сізді күтеміз. Жоқ, рахмет. Алейкумассалам. Амансың апа. Аспаннан түстің ба, жерден шықтың ба? Өздеріңізбен амандасып кетейін деп. Рахмет. Өздеріңіз қандай жарасымды болып отырсыздар. Апаң ғой, үйдегі апаң. Ақсақал, қалада тұрам. Қаланың баласысың ба? Қаланың баласымыз. Мына сіздер көз тоймайды, жарасып отырсыздар. Мына деймді Ақсақал. Мына отандасқандарыңызға қанша жыл болды? Біздің ба? 50 жылдай болып қалды? 52 жыл болды. 52 жыл, жүргенімізбен қосқан кезде. Стажға 2 жыл қосылады ғой? Алдыңғы жүрген. Жарты ғасыр болыпты ғой Ақсақал. Қанша перзент бар сонда? Енді 15 туды ғой. 49 немере. Ой, бәрекелді. 83 шөбере. Не дейді? Енді мына Ақсақал, сол қаладан келіп тұрғаннан кейін өздеріңізден бір баталайын. Ой, айналайын. Сіздер секілді өніп өсейін. Ол қыздың рахатын көріп, немере шөбере көрейін, бір бата беріңізші. Ай, бәрі қолың жай, отыр. Амин. Ай, мынау қаланың баласын деп қойды. Мынау негізі түбіні ауылдан шыққан мынау. Берсе батаңды. Айран сүт ішкен, итке таланған, ешекқа мінген көрініп тұр ғой. Айналайын. Амин, иләһи амин. Амин. Сұрасаң бата берейін, үстем босын берейін. Амин. Айналайын, жолың болсын. Звондамаңдаршы, бол. Саламатсыз ба, апа? Какой апа? Мен әлі тұрмысқа шықпаған қызбын. Сондай ма? Апа дейді ғой еще. Кешіресіз. Девушка, қарындас апа, девушка. Сонда сіздің жасыңыз нешеде? Қыздың жасы 18, как всегда. Не жұмысың бар? По паспорту? По паспорту? 65-те. Сонда сіз неге тұрмысқа шықпай жүрсіз? Мен осы сұрақтан шаршап кеттім ше. Мына заманда идеальный жігіт жоқ. Вот. Сіздің ойыңызша сол идеальный жігіт қандай болу керек сонда? Енді облыс әкімі ма, депутат па, жарайды енді. Жоқ дегенде бір бизнесмен ба болса деймін да. Сонда ондай болмаса сіз жүре бересіз бе? Адам деген өмірге бір-ақ рет келеді. Сонда өмірге бір-ақ рет келгенде енді сол бір қойшыға ма, трактористка ма, бір жүрген біреуге ма, тием ба мен? Зачем одан да күйеусіз жүрген жақсы? Қызықсы мен? Сондай ма? Да. Жарайды онда. Сәттілік. Отырған қыз орнын табады дейді ғой. Давай. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Ақсақал қалайсыз, Ақсақал? Қалай сонда Ақсақал? Не болып қалды? Көке дейік мақұл. Көке? Қалай көке сонда, сөзіңе жауап бере аласың ба? Қалай көке? Енді кім деймін? Братан деп сөйле. Братан, кешір братан. Братан деп сөйле. Братан, кешір. Қаншадасыз братан? Жасыңыз нешеде?
Жігіттің жасы 70-те. Понь, не понь? Түсіндім, братан. Сонда әлі үйленбегенсіз ба? Үйленбеген әлі. Бойдақ ерсек қой. Бойдақсыз ба? Бойдақ. Үйленбегіңіздің сыры неде сонда, братан? Короче, есть идеальный қыз жоқ қазір бар ғой. Қазір қыздарға көзін қыстаң болды, шылп етіп сүйсе салады, жалп етіп жата салады. Не уверенмін да қыздарға? Идеальный қыз деп жүрмін, идеальный. Сонда, братан, сонда идеальный қыз табылмаса, сонда үйленбей жүре бересің ба? Таптым. Ой. Қаяқтан? Идеальный қыз таптым. Анау отыр. Негізі бар ғой, ол сізге қарамайды ау. Ол да идеальный жігіт іздеп жүр негізі. Сондай ма? Әлі жассыз ғой. Жассыз ғой, жүре тұрайын. 80-ге дейін бір қыз. Табып қалар, нормально табып қалар. Общение болса, постоянно. Общение, связда бол, брат. Идеальный қыздар болса, звонда, короче. Жап-жассыздар. Түрік адамын ғой. Болды. Махаббат үшін үзілген сөнген біріміз қайда махаббат үшін үзілген сөнген біріміз қайда молдың келеді. Не істеп отырсың? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ақсақал. Не істеп отырсың? Отқан. Алды басына көтеріп, неменеге өлең айтып отырсың, ән салып? Оразаның күнде жан-жаңа қарамайсың ба? Қасиетті ай, Рамазан айы, ораза айын құрметтемейсің ба? Құрметтеп отыр. Осы ма құрметтегенің? Ауыз бекітіп, адамдар шөлдеп, қарны ашып, Аллаға мінәжат етіп көшеде жүр. Сен не істеп отырсың жұрттың көзінше? Ой, оңбаған. Мына сен сияқтылар бар, мұсылманның атына кір келтіретін. Қашан сен адам боласың? Жұрттың 15 жасар, 20 жасар, 25 жасар балдары намаз оқып, ораза ұстап жүр. Жасың нешеге келді қазір? 40-та ма? 40-та. 40-қа келші миың кірмепті әлі. Қашан намаз оқып, қашан адам боласың сен? Оқимыз ғой. Қашан? Мен бірінші ана Меккеге барып келемін. Мен сояқтан оқып келемін. Бер қара. Ешакты 1000 рет Меккеге жіберсең де ат болып келмейді деген. Ешак ол ат болу үшін осы жақта ат болу керек бірінші. Меккеге бармай тұрып ат болып кету керек ол. Сонда ат болып қайтып оралады ол. Жүреме қанша ешактар. Ешак болып жүріп, қалтасына салып алады да Меккеге барып ұрып кетеді қажылыққа. Қайтып келіп сол ешак болып жүрені. Арағын жалғастырып, той жасаса дастарханына қойып, баяғы алған парасын әлі алып жүр. Жүрген жүрсе тұрысы соғы жүр әлі ешак болып. Мен онда ешек емеспін ғой. Қандай ешаксың сен? Ақсақал, сіз Аллаға қарсы келмеңіз. Кім қарсы келіп отқан? Сіз қазір қарсы келіп отырсыз ғой Аллаға. Не деп қарсы кеттім мен? Адам тағдырын Алла жазады деген рас па? Рас. Сенесіз ғой соған? Сенем. Бүгін енді Аллах тағала тағдырыма арақ ішіп жазып қойған екен, ішіп отырмын. Сол. Миыңның жеткен жері ғой сол, Сонда маңдайыңа арақ жазып қойса іше бересің ба? Енді ішпегенде жеміз. Тоқтатуға бейт жоқ, бұл арам, бұл ішпейін деуге болмай ма? Бүгін жазып қойсам несі бар екен? Қоймайсың мен арағыңды. Қоймаймыз ғой. Қоймаймыз ғой. Не қоймайсың? Жібер. Жібермеймін. Тоқтатпа, жібер. Тоқтатуға бола ма екен қамшыны? Ол. Неге арақ тоқтатпайсың? Бәлкім маңдайыңа жазған шығар сенің. Бүгін қамшымен таяқ жеу керек. Ұрын керек ақсақалдар кеп. Неге өзің Аллаға қарсы келіп отырсың? Жібер ұрайын. Жезім ұрасы ғой. Оңбаған. Алла тағала маңдайға жазады. Не үшін? Сынақ үшін. Алла екі жол қояды сосын. Біреуі адал жол, біреуі арам жол. Қай жолмен жүресің өзің білесің. Арақты ішпей айналып өтіп кетуге болады. Ал ішіп те барып сол жолға түсуге болады. Түсіндің ма? Оңбаған. Қазір қайда барасың? Үйге. Үйіңе бар. Жүр шығарып салайын. Жоқ, өзім кете берем ғой. Өзің кете бересің ба? Өзім кете берем. Алла тағала тағы бір екі ұлар қап кетті деп отыр ғой? Жоқ, кім айтты оны? Алла тағала айтты ғой? Қамшымен де отыр. Жүр, үйіңе шығарып салайын. Кіріңіз апай. Міне біз де келдік. Міне апай, толық ем алып жазылған кісілер осылар. Мүмкін тексеріп көресіз?
Олардың ішіндегі дұрыстау осылар. Дұрыстаулар осылар. Тексереміз қазір. Сұрақ қояйын мен оны. Екі жердегі кім қанша болады? 8.000. Жарайды, түсінікті болды. Так. Екі жердегі кім қанша болады? Сәрсенбі. Жарайды, мақұл, рахмет. Так. Екі жердегі кім қанша болады? 4 болады. О, бәрекелді. Міне, мына кісі дұрысталды. Міне, жақсы жұмыс жасағандарыңыз көрініп тұр. Тамаша. Сіз екі жердегі екінің 4 болатынын қайдан білдіңіз? 8.000-нан сәрсенбіден соң 4 болады ғой. Ойбай, сен әлі киінбегенсің ба? Болсайын олай тезірек киінсең, тойға бір ертерек барайықшы. Енді костюм шалбарымды алып келсең, өсіп барам ба? Қайсы костюм шалбарыңды айтасың? Қаран киіп барам. Ойбай, ол қара костюм шалбарың жуа қысқарды да үлкен ініме бере салдым. Мақұл, көкті әкеш, көкті киіп барсың. Қайсы көкті айтасың? Турецкий ше өзің алып берген. Оны да жуа қысқарды да екінші ініме бере салдым. Бере салғышсың, ә? Жаным, енді бөтен адамдар киіп жатыр ма? Кисе қайныларың киіп жатыр ғой. Мақұл, бопты қойшы. Ана қоңырда келсе, қоңырды киіп бара салайын. Қайсы қоңырды айтасың, не? Баяғы қоңыр ше өзімнің киіп жүрген. Ойбай, ол баяғы қоңырың жуа ол. Тіптен кішкентай болып қалды. Оны мектептегініме бере салдым. Түбі бере салғышсың, ә? Үйде бір зат костюм шалбар тұрса болмайды, ә? Онда мені де жуып сіңіліңе бересің? Езуің жүріп кетпесін. Онда бар, ап кел бар інілімді костюм шалбар. Ассалаумағалейкум. Не қолтаған? Құжаттарымды кел. Ой, аға, асығыс ем, жұмысқа асығып кетіп бара жатырмын. Жұмысым жоқ. Құжаттарымды кел бар. Аға, мен ана ұял байланыста істеймін да, ұял байланыс, телефон сатам, телефон алам, бірлік сатам, единица бар ғой, единица сатам. Бір 500 бірлік берейін, жібере салыңызшы мен. Болмайды, керек жоқ. Құжаттарымды кел бар. Аға, мақұл, 1000 бірлік берейін, мақұл. Болмайды дедім ғой саған. Құжаттарымды кел бар. Жарайды аға, 2000 единица берем аға, жібере салыңызшы. 2000 единица берем. Мазақ тұрсың ба сен? Жоғы, сіз мал... Кеш болғанға, единица көп кетеді деп тұрсың ба сен? Құжаттарды кел! Хоппа! Қарындас не ішіп отыр екен? Қарындас не ішуші еді? Қарындас қара су ішіп отыр. Мынандай мейрамханада қара су? Даяша, қарындасқа шампанское. Кешіріңіз, рахмет. Оны төлейтін менің ақшам жоқ. Қарындас, бүгін бәрін мен төлеймін. Саспаңыз. Тек бүгін ғана ма? Сіздей сұлу қызға өмір бойы төлеп өтіредім. О, жігітше? Еркекше? Қазір. Мұнау менің 20 жылға алған ипотекаға үйімнің кредиті. Мұнау менің ломбардым, алтындарым. Мұнау менің машинамның кредиті. Мұнау менің тұрмыстық техникамның кредиті. Ал мұнау менің тағы да ұсақ түйек ақшалай кредиттерім. Қарындас, сіз мені түсінбей қалдыңыз. Мен тек осы мейрамханадағыны ғана төлеймін деп айттым сізге. Мейрамханада? Иә. Жарайды онда. Мұнау менің мейрамханадағы қарызым 1.200.000 теңге. Шайыңды ішейін, сол телефонмен бірге туылдың ба? Ой, ішеміз қазір, жазып болайықшы, жібереміз қазір. Іше шайың, кіммен жазып болсын? Әбекең ғой, бастық ше? Сен ағалдың işte, әбекең. Жазысасың ба әбекеңмен? Әбекең үлкен кісілермен үлкен жиында банкет деп отыр. Қойшы сен немене адамға сенбейсің? Сенбеймін саған.
Күлдірме қой, шық деймен саған. Шық деймен саған. Мама, жаным, қарымыңды қолдана көрмеші өтінем, жаным. Енді, дұрыс қой сіздікі. Жоқ, сіз басқаша ойладыңыз. Ондай арамайым жоқ менің. Жоқ, болды. Дұрыс емес. Мен бәрін біліп жүргем. Мамыр емессің ба? Мамыр. Ғалым болады. Қалайсың? Жақсы. Көріп жүрмін ғой сен үйден кіріп шығып жүргенді, бәрін көріп жүрмін. Терезеден балконнан секіргенді көрдім бір-екі рет. Не істейміз бұл қатынды? Бір мәселесін шешейік те бұның. Семен қалсын, менімен қалсын. Былай қылайық. Еркекше шешейік бұны. Бұл мәселені екеуміз жігітше шешейік. Қазір мен пистолет 2 рет атам. Екеуміз 2 рет өліп қаламыз өтіріктен. Қайсымызға келіп жүгіріп келеді. Сонымен бірге қалсын. Келістік па? Жарайды. Болды? Келістік. Екеуіңе де сол керек. Жаным. Екеуі де кетіп қалды ма? Екеуінің де шаруалар бітті. Болды, шыдамым таусылды, жетер енді. Кетсең жоғал. Кетем мен сенен ажырасам. Ажырассам мен де ажырасам сені. Сен де саған да тойдым мен. Мен де сенен әбден тойдым. Саған 2 бала 2 қыз туып бергенде рахметің осы ма? Бар, мені ашпаш, жиналыс тез кет. Жиналам, кетем, жақсы қалған жоқпын мен саған. Жоғал. Кетем мен саған. Бұған менің костюмім ғой. Бұл костюмді мен әкелгем саған. Ал, бұйырсы саған, жоғал. Жоғалам, саған жақсы қалған жоқпын. Мен сияқты әйелді 2 дүниеде іздесең де таппайсың. Табылады. Қатын жолда бала берді деген атам қазақ. Дәл мен сияқты әйелді. Пу, мәт. Дәл сен сияқты әйелді. Пу, мәз дейін. Жоғал. Үйдің шырақ атып қалды ғой. Папа. Не? Фонарикті көрдіңіз ба? Жоқ, көрмедім. Мама? Фонарикті көрдіңіз ба? Жоқ балам, көрмедім. Оны қайсың? Керек. Оны не істейсің айтсың? Керек. Не таппай жатсың? Болашақ келіндеріңізге барайын дедім да. Су жүрек. Шешесі, естің ба? Су жүрек. Мен сенде кезінде фонариксіз қыздарға ауылдан ауылға талыр қыдырған білесің ба? Тас қараңғыда, жеті қараңғыда. Фонариксіз жүргенбіз. Фонариксіз. Не болды ал? Не болды? Не болды мұнаның түрі? Не бопты түрімізге? Осы түрімізбен ақ нормальный жігіт ұстадық. Жаным. Арғарашы. Балам 2 фонарик алып ал. Керек болады. Енді мен мұна әйел затын бұл үйленгеннен бері зерттеп келе жатырмын. Сонда мен бір-ақ нәрсеге көзім жетті. Әйелдер қан сорғыштар қатарына жатады екен. Қан сорғыштар? Сона, кене, сүлік, маса. Әйел. Міне, 5-еуі. Қыз алыспайтын ағайын бұлар. Міне. Ағайын? Көрдің ба? О, әсіресе масаға қатты ұқсайды деген әйел. Маса қаныңды ішіп тұрғанда үн өшеді ғой. Әйелдің үн өшпейді. Өшпейді. Қаныңды ішіп тұрып, миыңды шағып тұрады. Ал екінші айырмашылығы, маса түнде ғана ішеді ғой. Әйел круглый сутки ішеді. Кеңірдегіне трубканы тықпай тұрып ішкімен ішеді. Әне, көрдің ба? Ғана күре тамырыңа тығатта шлангымен ішеді. Өзі той бағаннан кейін шелекке құйып алады қалған қаныңды. Ертең азанда ішемін, қыстаптырып кетіп. Міне, саған айтып қояйын. Осыған дайын болсаң үйлен. Болмаса ойлан. Түсінің ба?